Қазақ жауынгер халық. Неше заман өтсе де әр тарихтың қасқыр жүректі батырларының есімдері ел есінде қалып отырған. 1916 жылғы көтерілісте Амангелді Иманов не себепті бас Сардарбек қылып сайлады? Осы сұрақтың жауабын мына шағын ғана сахналық көріністен іздеп көрейік. Халық аспаптары бөлімінің студенттері дайындаған Амангелдіні Сардар сайлауы шағын көрінісін тамашалаңыздар. Алдарды хан өзіңсің, мына ел басына қара бұлт төнді. Бізге ең біріншіден осы жердің жер жапсарын жақсы білетін, халықты соңынан ерте алатын мына бізге бас Сардар керек. Иә, дұрыс айтасың. Бірақ мен таңдасам, өзінің туысын сайлапты деп айтар жоқ. Өздерін кім тұсынар едіңдер. Бектастың немересі. Сен болыс болғалы біраз жылдар болып қалды. Адамды жақсы танисың дегендей. Кім тұсынасың? Иә, мен айтсам, мұна тұрған жігіттердің бәрі лайық. Бірақ бала кезінен қайсар мінезіменен ат үстінде ойнайтын батырлығымен таныс Иман Батырдың немересі Амангелді ұсынар едім. Дұрыс айт. Бауырым, ойың дұрыс. Бірақ батырлардан қағым бар еді. Амангелдінің құралайды көзге атқан мергендігін айтпағанда, ауылдың балаларына қолдап жүрген жақсы қасиетін мен өзім кішкентайына көріп келемін. Өте намысты жігіт. Дұрыс. Мен болыс болғалы көргенім, мұна ауылдың уақытысымен шөбейілмейді. Тезегі кептіліп, қолсы шығарылмайды. Амангелдінің ұйымдастырушылық қасиетін осы жағынан білемін. Дұрыс. Ойынның үстінен дөп түстің болыс. Амангелді, бері кел. Біз сені осы ауылдың бас Сардары сайламақшымыз. Өзің не ойлайсың? Мен қарсы емеспін. Ел басына күн туған кезде тосылып отыру елге жараспас. Өз елі күндерін әлем көріп отырған халықтың отбасындағы асыраушылары 19 мен 41 жас аралығындағы тепсе темір үзетін жігіттерімізді патшаға қарсы қара жұмысқа жіберетін болсақ, мұна халықтың күні не болмақ? Дұрыс айт. Қара жұмыс деп, ары қарай соғыс қалып кетпесіне кім кепіл? Ол жерден қандай үйде оралатыны бір Құдайға ғана мәлім. Мен өткенде айтқам, тағы да қайталап айтам. Патшаға тышқақ лақта бұйыртпаспыз. Ақтық демім қалғанша ант беремін. Иман Батырдың немересі. Олай болса, халқым, бата менен ер көгерер деген. Досай шешеннен батырға ақ бата сұрайық. Ал Амангелді батырым, әруақ қолдап, Құдай жолыңды оңғарсын. Жайыңдар қолдарыңды. Уа барша әлеумет Сардарға бата берейік, біріміз қалмай бәріміз батырға түгелерейік. Патшадан көрдік зәбірді, қайғыдан тұрған шағымыз, қайғыдан халқың аралсын. Ер қару, бес қару, қабыл болсын бұл батам, пана болсын адамада хауанам. Өзім өлсем артымда сөзім қалсын халқыма. Ауылында не тұрс? Уақытты қыз. Шұғыл түрде ауыл-ауылдар алып, қару-жарақ жасайлатын қолынан іс келетін шеберлерді жинап, бір шеберханаға топтастыруымыз керек. Әрине. Ендеше өзім жігіттерімді алыс ауылдарға хабар таратуға жіберейік. Уақалайық, байманаттар мен орыс патшалардың қашан кезгісіне төзіп жүре бермекпіз. Бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, еліміздің азаттығы мен теңдігі үшін, әділдік үшін, болашақ ұрпағымыздың келешегі үшін, еріңдер соңынан. Кеттік.